Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше витаминге бай қызылшадан жасалынатын блиналардың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір қызылшаны пісіріп, оны үккіштің майдасымен өткізіп аламыз, немесе блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Ең алдымен үккіштен өткізілген қызылшаның үстінен 2 жұмыртқамызды, 1 ас қасық қантымызды, шым-шым тұз және де сұйық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Үстінен сүтіміздің кішкентай бөлігін қосып, кукурузный крахмалды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Қалған сүтімізді қосып, жақсылап тағы да венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мен осы масса дайын болғаннан кейін барлығын блендерге салып, бір рет араластырып жібердім. Сонда қараңыздар, осындай сүйек кәдімгідей блинчиктің массасындай масса шығады. Қызып тұрған табаға кішкене май жағып, осылайша бір ожау құйып, кәдімгідей блинчик сияқты пісіріп аламыз. Бетінде осындай тесіктері пайда болғаннан кейін ғана барып, арғы бетіне аударамыз. Мен салмасына творог, 2 ас қасық қант және де 1 ас қасық қаймақты салып жақсылап араластырып алдым. Негізінде бұл міндетті емес, мен жай ғана дастарханға әдемі болу үшін осылай салмасын салып әдемілеп қойдым. Міне біздің ешқандай ұн қосылмайтын, витаминге бай қызылшадан жасалынған блинчиктеріміз дайын болды. Енді мен начинкасын салып көрсетемін сіздерге. Блинчигімізді алып, ортасына творог начинкамызды саламыз. Қатты шеттеріне салудың қажеті жоқ, себебі ораған кезде шығып кетуі мүмкін. Осылайша майдалап, шетінен орап шығамыз да холодильникке қойып қоямыз 1-1,5 сағатқа. Сонда начинкамыз сіңіп әдемі болады. Содан кейін ғана барып кессеңіздер, өте әдемі болып шығады, дәмі де керемет болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.